көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару бөлімінің арнайы пән оқытушысымын. Бүгін теміржол көлігінің қозғалысын ұйымдастыру пәнінен жаңа тақырыбымыз пойыздар қозғалыс графигі. Бұл сабақта студенттер теориялық білімдерін жетілдіріп, тәжірибеде қолдануға мүмкіндік алады. Бүгінгі тақырыбымыз пойыздар қозғалыс графигі. Жаңа тақырыптың мақсаты пойыздар қозғалыс графигімен танысу, пойыздар қозғалыс графигін салып үйрену. Пойыздар қозғалыс графигі нені қамтамасыз етуі қажет? Жолаушыларды және жүктерді тасымалдау жөніндегі қажеттіліктердің қанағаттандырылуын, пойыздардың жүріс қауіпсіздігін, телімдердің өткізу, тасымалдау қабілетінің және станциялардың өңдеу қабілетінің барынша тиімді пайдаланылуын, жылжымалы құрамның ұтымды пайдаланылуын, локомотив бригадаларының белгіленген үздіксіз жұмыс істеу уақытының сақталуын, жолды, байланыс және электрмен жабдықтау құрылғыларын ағымды күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Пойыздар қозғалыс графигінің элементтерімен және түрлерімен танысайық. Графиктің ең негізгі элементтерінің бірі ол станция аралық интервал. Станция аралық интервал дегеніміз станция арасынан пойыздарды өткізіп жіберуге, қабылдауға және жөнелту жұмыстарына есептелінетін ең аз уақыт аралығы. Интервалдың бірнеше түрлері бар. Пойыздардың қарама-қарсы бағыттан бір қалыпсыз келу интервалы деп, станцияға бір бағыттан пойызды қабылдау уақытынан осы станцияға қарсы бағыттан қабылданатын немесе өткізіп жіберуге дейінгі жұмыстардың орындауға кеткен ең аз уақыты. Келесі интервал пойыздардың қиылысу интервалы. Пойызды бір жолдық телімге қабылдау немесе одан өткізіп жіберу уақытынан қарсы бағыттан қиылысу станциясында тұрған пойызды жөнелтуге дейінгі аз уақыт. Пойыздардың бірінен соң бірі жүру интервалы. Көршілес аралыққа бір пойыздың келу уақытынан және сол бағытқа осы станциядан келесі пойызды жөнелтуге дейінгі ең аз уақыт. Пойыздың бірінен соң бірін жөнелту интервалы. Бір пойызды станциядан жөнелткеннен кейін сол бағытқа келесі пойызды жөнелтуге дейінгі ең аз уақыт. Олай болса, осы интервалдарды сіздерге визуалды түрде көрсеткім келеді. Станция, бағыттар көрсетілген, станция сызбасы берілген. Пойыздарды тамашалайық. Өздеріңіз көріп отырғандай, станцияға бір пойыз келіп тоқтады, келесі пойыз өтіп кетті. Бұл қандай интервал түріне жатады? Әрине, станция пойыздардың бір қалыпсыз келу интервалы. Келесі станция, бағыттар, станция сызбасы. Станцияға пойыз келіп тоқтады, екінші пойызда келіп, осы станцияда тоқтады. Яғни бұл станцияда пойыздардың қиылысу интервалы. Келесі үшінші интервал станция, бағыттар және станция сызбасы. Пойыздардың бірінен соң бірі жөнелту интервалы. Пойыздар қозғалыс графигінің түрлеріне келетін болсақ, егер бір бағыттағы пойыздар бірдей жылдамдықта жүріп отырса, график және параллель емес график. Параллель емес графикте бір бағыттағы барлық пойыздар әртүрлі жылдамдықта жүреді. Басты жолдардың санына байланысты графиктің бөлінуі. Бір жолдық. Бұл графикте басты жол біреу болғандықтан қиылысу және басып озу тек станцияда орындалады. Ал екі жолдық графикте қиылысу да аралықта орындала алады. Жүк және тақ бағыттағы пойыздар санының тең келуіне қарай жүкті. Егер екі бағыттан жүріп өтетін пойыздар саны бірдей болса, онда ол жүкті график түріне жатады. Ал егер
осы екі бағыттан келетін пойыздардың саны әртүрлі болатын болса, ол жұпты емес графикке жатады. Пойыздардың қозғалыс графигінің стандарттық көзіне келетін болса, график белгіленген, яғни осы графикте уақыт сағатпен беріледі. Әрбір 10 минуттық тік сызықтармен бірдей 6 бөлікке бөлінеді, ал жарты сағат үзік сызықпен белгіленеді. Үлкен және аралық станциялардың аттары жазылады. Аралықта жұп және тақ бағыттағы жолаушылар және жүк пойыздарының таза уақыты беріледі. Алдағы уақытта сіздер осы тақырыпта курстық жоба орындайсыздар. Сол себепті мен сіздерге тәжірибелік жұмыс түрінде тапсырма орындауды үйретемін. Алдымен нұсқа бойынша тапсырма беріледі. Әр уақытта алдымен графикке ең бірінші жолаушылар пойызы түсірілетінін ұмытпайық. Мен сіздерге қазір PowerPoint бағдарламасымен сызып көрсетемін. Олай болса, ставкаға барамыз, фигураны таңдаймыз, өзімізге керекті сызбаны. Тапсырма бойынша Ақтөбе станциясынан жолаушы пойызы 9:30-да шықты. Яғни 9:30-ды белгілеп алғанбыз. Тақ жақпен жүретін жолаушы пойызы 10 минут жүреді. Пойыз шыққанда екпін алуға міндетті түрде 1 минут қосылады. Сонда 11 минут. Ақтөбе станциясынан Бестамақ станциясына 11 минут жүріс. 9:41-де жетеді. Әрі қарай Бестамақтан Алға станциясына таза уақытпен, өйткені онда тежеу немесе екпін алу жоқ. Сондықтан 13 минут жүреді. 9:54-де жетеді. Енді Тамды станциясында жолаушы пойызы аялдайтын болғандықтан тежеуге 1 минут қосылады. Сонда 14 минут. Тамды станциясына жолаушы пойызы сағат 10-нан 8 минут кеткен келді. Әрі қарай жүк пойызы Қандыағаш станциясынан сағат 10:00-де шығады. Ол жүк бағыт болғандықтан оны 10-да шығады. 15 минут, 1 минут екпін алуға 16 минут кеткенде Ақкемерге жетеді. Ақкемерден Тамдыға таза уақытпен жүреді. Сондықтан 20 минут жүреді. Алғада тұрақтайтын болғандықтан 19-ға 1 минут қосып 20 минут көп аламыз. Сонда 10-нан 56 кеткенде Алға станциясына келеді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, Ақтөбеден шыққан жолаушы пойызы Тамдыға 10-нан 8 минут кеткенде келді, ал Қандыағаш станциясына шыққан пойыз 10-нан 56 минут кеткенде жетті. Менің тапсырмам орындалды. Енді сіздерге станция кезекшісі мен пойыз диспетчерінің пойыздарды қабылдап жөнелту кезіндегі сөйлесу регламентін айта отырып, диспетчердің графикке пойыздың нақты жүрісін қалай салатындығын көрсеткім келеді. Диспетчер. Мен Ақкемер станция кезекшісі Саматова 2002 пойыз станциядан сағат 9:10-да жүріп өтті. Түсінікті. 2002 пойыз сағат 9:10-да Ақкемер станциясынан жүріп өтті. Нақты уақытты пойыз диспетчері қозғалыс графигіне міндетті түрде түсіреді. Ақкемер станциясынан сағат 9:10-да пойыз жүріп өтті. Олай болса, бүгінгі сабағымызды сұрақпен бекітсек. График элементінің бір түрі пойыздар жылдамдығына қарай график түрі және пойыздар қозғалыс графигін жүргізетін маман. Пойыздар санына қарай график түрі. Менің ойымша, график элементінің бір түрі ол қиылысу интервалы. Келесі, пойыздар жылдамдығына қарай график түрі. Ол параллель және параллель емес. Үшінші, пойыздар қозғалыс графигін жүргізетін маман. Ол пойыз диспетчер.
Төртінші, пойыздар санына қарай график түрі жұпты және жұпты емес. Ендеше үй тапсырмасына келсек. Бірінші, А4 немесе А3 қағаздарына бір жолдық 6 сағаттық пойыздар қозғалыс кестесін түсіру. Екінші, екі бағыттан бірдей мөлшерде 2 жолаушы және 3 жүк пойызын түсіру. Үшінші, график салу кезінде қиылысу және бір қалыпсыз келу интервалдарын көрсету. Төртінші, жолаушы пойыздарын қызылмен, ал жүк пойыздарын көк түспен бояу. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.